Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен өте керемет пирогтарымыздың бірі морковный пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл қазіргі хит пирогтарымыздың бірі. Ол үшін бізге алдын ала таза құрғақ ыдысымыздың ішіне қалауымызша 3 жұмыртқамызды жақсылап жарып, одан кейін үстіне керекті қантымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Алдымен жай жылдамдықпен, одан кейін жылдамдықты арттыра отырып, массамызды жасап аламыз. Міне, ендігі кезекте алдын ала дайындалған сұйық майымызды құйып, тағы да миксеріміздің көмегімен араластырып аламыз. Дәл осы ретте массамыздың үстіне алдын ала дайындалған үккіштің ең майда тісінен өткізілген сәбізімізді салып, лопаткамыздың көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлитель және содамыз, одан кейін ванилинімізді салып, қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Дәл осы қоспамызды массамыздың үстіне салып, тағы да миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болу керек. Міне, біздің массамыз дайын. Ендігі кезекте дәл осы қоспамыздың үстіне майдалап туралған грек жаңғағын салып, тағы да араластырып аламыз. Ендігі кезекте салмасына кірісеміз. Мұздай творожный сырымыздың үстіне қантымызды және жұмыртқамызды салып, миксеріміздің көмегімен миксерлеп аламыз. Міне, біздің начинкамыз дайын. Енді кез келген форма түрін алсаңыздар болады. Міне, менде 4 бұрышты форма түрін алдым. Ортасына пергамент бумагасын қойып, шеті жабыспас үшін жақсылап майымызбен майлап шығамыз. Осы ретте алдын ала дайындалған сәбізді массамыздың жартысын құйып аламыз. Ендігі кезекте құйылған массамызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Одан кейін әппақ ақ массамызды құйып, тағы да жайып шығамыз. Осының үстіне қалған сәбізді массамызды салып, бірден бір жерге салмаймыз, әр жеріне бөліп салып шығамыз да, бетіне біркелкі етіп жайып шығып, алдын ала қызып тұрған пешімізге жібереміз. Егер дәл осы рецепт түрі сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міне, біздің кереметтей жұп-жұмсақ, нәп-нәзік болып піскен сәбізді пирогымыз дайын. Ендігі кезекте дәл видеодағыдай әсемдесеңіздер болады. Менен бір кеңес, дәл осы пирогты ыстық күйінде кесуге болмайды. Салқын жерге қалдырып, 3-4 сағаттан кейін кесуге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.